Егемендіктің ерекше тартуы маңызды мереке қарсаңында бір топ ақтөбелік отбасы баспаналы болды. Батыс Екі ауданында орналасқан екі көп қабатты үйден 236 адам пәтер алды. Нұрлы жол мемлекеттік бағдарлама аясында салынған үйлер азаматтарға төмен пайыздық мөлшермен берілді. Мемлекеттік бағдарламалардың мүмкіндігін ұтымды пайдаланып, құжат тапсырғандар пәтер кілттерін алды. Ұзақ жылдан бері баспана кезегін күткендердің арманы орындалды. Еліміз үшін маңызды мереке қарсаңында баспаналы болғандардың қуанышында шек жоқ. 236 пәтерлік екі көп қабатты үйдің тұрғындары қоныс тойын тойлады. Жаңа пәтер үйлерінің қатары тағы да көбейеді. Бұл 25 жылда толағай табыстарға жеткен тәуелсіз елдің жемісі дейді облыс басшысы. Совет үкіметінің кезінде Ақтөбеде бір жылда 5 пәтер берілген жоқ. Биыл бұйырса өңір бойынша біз ең кем дегенде 580 мың шаршы метр пәтер береміз. Осының барлығы егемендіктің, мемлекетіміздің, мемлекет басшысының дұрыс жүргізіп жатқан саясатының арқасында. Өздеріңіз куәсіздер, тәуелсіздік алған күннен бастап мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қандай бір қиыншылықтар болмасын, біз халқымыздың тұрмысының ахуалының жақсаруына жұмыс істейміз деп айтқан болатын. Өздеріңіз куәсіздер, осы 25 жылда біздің өміріміздің, жағдайымыздың қалай өзгерген. Жаңа пәтерлер Батыс Екі шағын аудандағы көп қабатты үйлерден берілді. Бір шаршы метрінің құны 153.636 теңгені құрайды. Бұл үшін азаматтар биылғы жылдың 14 қарашасынан бастап құжат жинады. Бір ай мерзім ішінде баспанаға үміткерлер де анықталды. Баспаналы болған тұрғындар алғыс айтып, тәуелсіздік тарту үшін ризашылық білдірді. Бүгін міне біз пәтер алып тұрмыз, өте қуаныштымыз. Мынау тәуелсіздігіміз 25 жылдығына қарсы пәтер алып жатырмыз. Тек тәуелсіздігіміз, еліміз тыныш болсын, аман болсын әр уақытта. Мен үшін енді бүгін өте қуанышты күн. Бүгін мен 3 бөлмелі пәтерге қол жеткізіп жатырмын. Бұған ақшаны мен 6 жыл бойы жинадым. Қазақстанның жинақ тұрғын банкісіне асықпай жалғыз өзім емес, енді отбасым көмектесті, бауырларым көмектесті. Соның арқасында бүгін енді қуанышты күнге де жеттік. Кешегі айда өткен Нұрлы жол бағдарламасына қатыстым. Жақында ғана хабар келді, ұтып алдыңыз, конкурстан өттіңіз деп. Бүгін міне кілтін алып тұрмыз, қуанышымда шек жоқ. Айта кеткен жөн, желтоқсан айы басталғалы Қазақстан ипотекалық компаниясы арқылы 318 адам пәтер алды. Ал Нұрақтөбе ауданында салынған үйлерден 540 ақтөбелік баспанаға ие болды. Ал осы жолы тағы 236 азамат қоныс тойын тойлады. Қысқасы бір ай ішінде 1094 адамға пәтер берілсе, жылдың қорытындысы бойынша жаңа пәтер иелерінің саны 5000-ға жетпек. Райгүл Еншібайқызы, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.